Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын қолдың айранын жасаудың рецептісін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қолдың сүті қажет болады. Менде бұл жерде 1,5 литр сүт. Оны газге қоятын ыдысымызға құйып алып, газге қойып, газдың астын қатты шығарамыз да, бір қайнағаннан кейін барып, астын баяу отқа қойып, 10 минуттай баяу отта қайнататын боламыз. Немесе дәл осындай 3,2% сүт қажет болады. Міне бізде сүтіміз қайнаған кезде бетіне осындай қаймағы шығып, әдемі болып қайнау керек. Енді біздің сүтімізді алып, бөлме температурасында 30-35 градусқа дейін суытып аламыз. Жылы болу керек біздің сүтіміз. Суып болғаннан кейін осындай кез келген банкіге немесе аузы жабылатын ыдысқа ақырындап құйып шығамыз. Қаймағын құймаңыздар бірақта. Енді бізге ұйытқы дайындау үшін менде осында қолдың айраны бар. 1 ас қасық қолдың айранына 2-3 ас қасық сүт құйып жақсылап араластырамыз. Немесе дәл осындай активияны пайдалансаңыздар, активиядан 1 қасық қосып, үстінен 1-2 ас қасық сүт қосып жақсылап араластырып, біздің айранымыздың үстінен салатын боламыз. Енді айранымыздың үстінен құйып аламыз да, қасықпен кішкене араластырып жібереміз. Және де бетін жақсылап жауып алып, бізге осындай үлкен мата қажет болады. Қимылдатпайтындай етіп, ораймыз да, бір шетке қойып қоямыз. Сол шетте бізде 10 сағатта, кемінде 10 сағаттай тұру керек. Ал одан кейін барып алып, бетін ашпаймыз. Ол кезде де біздің айранымыз дайын болған жоқ. Холодильникке тағы да 5-6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, бетін ашқан кезде бетінде бізде қаймағы жиналып қалуы мүмкін. Мен қаймағын бөлек алып тастадым. Одан кейін ғана барып сіздерге көрсетіп тұрмын. Қарасаңыздар өте әдемі, қою, ешқандай магазиннің айранына ұқсамайды, керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің достарыңызбен Instagram, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.